Басталмас бұрын видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. 1000 подписчикке өте аз қалды. Бәріміз жақсы білетін Subway Surfers ойыны. Бүгінде әлемнің ең танымал ойындарының бірі. 2012 жылы жарыққа шыққаннан бері миллиардтаған адам телефонға жүктеп ойнады. Ойынның шарты да өте қарапайым. Джейк есімді бала пойыз жолында граффити салып жатады. Оны күзетші байқап қалады да артынан қуалайды, ал бала тоқтамай қашады. Пойыздардың арасынан секіріп өтеді де кедергілерден жалтарады. Міне, ойынның негізгі мәні осы. Бірақ көп адам ойланбайды. Неге дәл осы темір жол? Неге пойыздың үстінде, астында, арасында қашып жүр? Ойын авторларының неге осындай идея таңдағаны көпшілікті қызықтырады. Интернетте бұл туралы әңгімелер бар. Бір нұсқада ойын жай ғана көңіл көтеру үшін жасалған делінеді. Яғни граффити салатын жастардың өмірінен алынған образда. Ал енді бір әңгімелерде Subway Surfers ойынның артында шынайы қайғылы оқиға тұрғаны айтылады. Айтылатын аңыз бойынша ойын жасаушылардың бірі өзінің досын, немесе жақын танысын теміржол апатында жоғалтқан. Сол қайғылы оқиға оған қатты әсер етіп, кейіннен Subway Surfers ойынның идеясына себеп болған. Кейбір адамдар ойынның басты кейіпкері Джейктің бейнесі пойызға сурет салып жүріп қаза тапқан жасөспірімге ұқсайды деп те айтады. Бұл жай ғана қауесет пе, әлде шындық па? Оны ешкім нақты білмейді. Өйткені әзірлеушілер бұл тақырыпта ашық мәлімдеме жасаған емес. Дегенмен, ойынның атмосферасы шынымен де ойлануға мәжбүрлейді. Себебі әрдайым қозғалып тұрған пойыздар, тоқтамай жүгіріп келе жатқан кейіпкер. Сәл қателессең болғаны бәрі аяқталатын жағдай. Мұның бәрі өмірдің қысқалығын, әрбір сәттің бағасын көрсетіп тұрғандай. Бір жағынан бұл ойын жастарға ескерту секілді. Өйткені пойыз жолының үстінде ойнау, немесе сурет салу өте қауіпті іс. Әлемде мұндай әрекеттерден талай бала зардап шеккен. Сондықтан да ойын бір жағынан өмірдегі қауіпсіздікті еске салады. Бірақ тағы бір пікір бар. Кейбіреулер ойынның астарында ешқандай қайғылы оқиға жоқ дейді. Олардың ойынша бұл жай ғана граффити мәдениетіне арналған көңілді ойын. Жастардың еркіндігін, шығармашылығын көрсету үшін жасалған. Яғни күзетшіден қашып жүрген Джейк қоғамның ережелеріне бағынбайтын. Өзін еркін сезінгісі келетін жасөспірімнің бейнесі. Дегенмен интернеттегі қауесеттерді оқығанда ойланбай қою мүмкін емес. Неге дәл пойыз? Неге дәл темір жол? Ойынның әрбір сәті шынайы өмірдегі қауіпті оқиғаларды еске түсіретіндей. Ал адамдардың бұл шын оқиғаға негізделген деуінің себебі сол атмосфераның өзі. Бір қызығы, ойын ішіндегі кейбір элементтер жасырын символикаға қатты ұқсайды. Мысалы, пойыздан құлап кетсең, бірден ойын бітеді. Бұл өмірдің қателікті кешірмейтін сәттері бар екенін меңзегендей. Ал ұшатын скейтборд, реактивті рюкзак сияқты құралдар адамның арман тілегін бейнелейтін белгілер сияқты. Сонымен, Subway Surfers ойыны шынымен бір қайғылы оқиғаға байланысты ма, әлде бұл жай ғана өтірік пе? Оған нақты жауап жоқ. Әзірлеушілер ештеңе растаған да, жоққа да шығарған жоқ. Бірақ бір нәрсе анық. Бұл ойын миллиондаған адамға қуаныш сыйлап қана қоймай, ойлануға да мәжбүр етеді. Өмірде әрбір секунд маңызды. Бір қадам, бір қателік. Бәрін өзгертіп жіберу мүмкін. Ал Subway Surfers ойыны соны еске салып тұрғандай әсер қалдырады. Сен қалай ойлайсың? Бұл ойын тек қана көңіл көтеруге арналған ба, әлде оның артында шындыққа негізделген қайғылы тарих бар ма? Видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.